Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді бір жасағаннан шығатын сметанник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Нағыз оригинал рецепт. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал кеттік, рецепті бастаймыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды таза ыдысымызға салып аламыз. Грамдарын описанияға жазып қойдым, сол жақтан көріп жасасаңыздар болады. Қопсытқыш, яғни разрыхлитель 10-15 грамм қосыңыздар. Жақсылап тұрып ұн мен қопсытқышты қасықтың көмегімен араластырып алыңыздар толықтай. Араластырып болғаннан кейін қант қосатын боламыз. Тағы да ұнмен бірге жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Барлық осы 3 қоспа толықтай араласуы керек. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған, өте еріп тұрған майымызды қосамыз. Және де қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Май осындай болып тұру керек, яғни еріп тұру керек. Крошка жасайтын боламыз. Осындай болып әдемі крошка шығады. Толықтай крошка шығып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосып, өте әдемі, жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Бірден жақсылап тұрып араластырып қамыр илейсіздер. Қамырымыз осылай иленіп шығады. Жұмыс жасағанға өте ыңғайлы, жұмсақ болып шығады. Артық ұн қоспаңыздар, көрсетілген грамм бойынша ұнды қосыңыздар. Және осындай пакетпен жақсылап орап, холодильникке 15-20 минутқа қойып қойыңыздар. Оға дейін салмасын дайындаймыз. Осындай дүкеннің қаймағын пайдалансаңыздар болады. 10%, 15-20% болса да бола береді. Мен 15% нәтиженің қаймағын пайдаландым. Қаймақтың үстіне қантымызды саламыз және холодильникте тұрған жұмыртқамызды пайдаланамыз. Бөлме температурасында тұрған емес, холодильникте болуы шарт. 4 штук жұмыртқамызды пайдаланамыз. Бұдан басқа ешқандай қоспа қоспаңыздар. Кукурузный крахмал, еш нәрсені қосудың қажеті жоқ. Осы қоспасы жеткілікті. 4 жұмыртқа, қант және қаймақ. Осы 3 қоспаны блинчиктің немесе шанышқы, яғни вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырыңыздар. Көп араластыруға болмайды, толықтай біріксе болды. Араластырып болғаннан кейін осындай кальцияға пісіретін боламын мен. Енді 15-20 минут тұрған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін астыңғы жағына жіберіп, жақсылап тұрып шығарып аламыз. Қамырымызды толықтай жайып, қалыңдығы орташа болады. Қатты қалың емес, жұқа емес болуы керек. Ал шетіне ортаншы қамырымызды қойып, бортиктарын шығарып шығамыз. Яғни бортиктары қалың болып кетпесін, бір шеті қалың, бір шеті жұқа болмасын, барлығының қалыңдығы бірдей болып, осылай теп-тегіс болуы керек. Осындай стаканның көмегімен астыңғы бөлігінің тегісін бірдей қылып алсаңыздар болады. Не болмаса, осындай түзу ыдыс болса, үстіне қойып, толықтай тегістеп алсаңыздар әдемі шығады. Мінекей, мен осылай стаканның көмегін толықтай пайдаландым. Келесі кезекте бортиктарын да барлығының көлемін бірдей қылып шығыңыздар. Салмамызды толық араластырып болғаннан кейін толықтай барлығын құямыз. Байқап қарасаңыздар, қамырға сәл жеткен жоқ. Дәл осындай болуы керек. Өйткені біздің қазір салмамыз ісініп, көлемі екеуінікі бірдей болатын болады. Мінекей, піскен кезде ол сәл биіктеу болып тұрады. Бірақ суығаннан кейін сәл бәсеулеп, сәл түсетін болады. Қараңыздар, өте дәмді пирог болып шығады. Мен әсел пешке пісірдім. Бар жоғы 30-35 минутта толықтай пісіп шығады. 150-160 градусқа қойсаңыздар болды. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде алдағы уақытта оригинал рецепттермен бөлісемін. Каналыма жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар.